Сәлем достар, сіздермен бірге мен Қыздар, ал бүгін жаңалықтар туралы түсіретін боламын. Мен үйім жасағам, выживаниеде жасадым. Не мынау бөлме, тағы да бөлме. Қазір кіріп не болмай. Міне осы екінші қабат, бірінші қабат деседі қабат. Мен менің үйім қазір. Міне менің үйім тауға жасағым ғой, короче. Ал бүгін ауыл жайлы, ауылдың тұрғын жайлы түсіретін боламын. Мынау біздің ауылымыз, кирка, мынандай не, лопата, мынандай құм, мынандай тамақтар, құм, андай лестница, сондай атқарады жұмыс. Мынандай тамақтар, и сосын сүйек. Мынандай сүйек, мынандай не бар ғой? Не істейді ғой енді? Иттер етіламыз. Ешкі, қалайсыз? Ешкі, қалайсыз? Бүгінгі күніңіз қалай өтті? Мен шөпте таба алмадым. Жер деген құрғап, вообще шөп таба алмай қалдым. Тіпті жетелдер маған шөп бермеді. Жарайды, онда сіз мәселеңіз көтерілетін болды. Эндермен маған айтасыздар ма? Эндермен негізі бүгін ашулы сияқты. Бүгін ашулы сияқты. Бұл жер неге жарылды? Сондықтан әкімшілікке баруымыз керек. Әкімшіліктің алды бұндай болмау керек. Әкім қайда? Есікте жоқ тіпті лестница да жоқ. Кім ұрлаған бұны? Қазіргі ахуал бұндай болып жатыр. Не үшін үйлер тоналып жатыр, соны айтатын боламыз. Тіпті құдықта қорғапты. Енді ауылдың жайы мүшкіл болып тұр. Әкімшіліктер қайда қарап отыр, соны айтсаңыздар болады. Комментарияға жаза кетіңіздер. Әкімшілік туралы пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Мына біздің үйіміз, есік жоқ, дым жоқ, бұяқ не болып кеткен. Мына есік тұр екен, мен нормально екен, бұяқ енді мен норм, бірақ есік жоқ екен. Мынауда жерді қасып кеткен екен вообще дағы. Ұрлықшылар бәрін ұрлауға тырысқан екен, бірақ ұрлай алмаған екен. Мынау үй полный ұрлап кеткуге жарайтын екен, бірақ ұрлай алмапты. Өте нормальный. Ал міне біздің ауылымыз. Ешкі. Бағана сұхбат бердім ғой, соған. Жарайды. Сұхбат бермесем. Тіпті мына суда құрғап кетіпті. Малдар су шалмай далада қаңғырып жүр. Бұны кім, әкімшіліктер қайда қарап отыр? Соны айтсаңыздар. Мына қой деген әдемі екен. Қой, маған сұхбат бере аласыз? Мен деген қыдырып жүрмін, ешкім жоқ мені қарайтын. Сіздің даусыңыз ащы екен, онша жарамайсыз, кете беріңіз. Ал келесі мына біздің еңбек шылымызға келсек, еңбек шылының үстіне шығуға лестницаны пайдаланамыз. Сол себепті ауылдың үстін көре аламыз. Оппа, әдемі келдім. Енді жақындап қалдым, тағы істеймін. Енді өйстіп тұрамын да, өйстіп қойып, ойбай, не болып кетті? Өйстіп қоямыз да, тағы қойып, өйстіп қоямыз да. Қазір микрофонды өшіре тұрайын. Оппа, жақындап қалдық. Молодец. Ал мынау біздің ауылымыз. Қандай ғажап. Есі мүмкін тұр ғой. Қандай керемет. Қандай таңға жайып. Әсем табиғат. Бұны бұзуға кім жауап берді? Өсімдіктер қурап жатыр. Осыларға әкімшілік қайда қарап отыр? Бюджеттің
көп бөлігі қайда жатыр, соны айтыңыздар. Енді мынаған 29 қалыпты блоктан. Алда мына біздің көмір. Көмір. Оппана, әдемі. Камераға түсірме дейм. Түсірме дейсің. Түсірме дейм. Ё-моё. Мен көмірді алған жоқпын, достар. Міне. Қандай ғажап. Дала табиғат күнде керемет болып тұр. Бұлттар. Ештеңе емес. Оппа. Болды, достар. Табиғат деген қандай ғажап. Достар, көмір не үшін керек десеңіздер, маған факел керек, жарық керек. Енді мен көзім көрмейді. Десек өтірік айта салам. Қандай ғажап. Ойбай. Бұндай шұңқырларды кім салған? Мен шығып кеттім бұндай шұңқырдан. Енді аман шықтым. Достар, мен үйіме де келіп жеттім. Мына зомбилер мен қуып жетті ғой енді. Шіркін. Ұйықтайын. Достар, сіздермен бірге бір күн өтті. Енді мына терезелерді ашып тастайын. Осымен видео біткен жоқ әлі. Енді қалған ахуалын қарадық. Енді табиғатта әдемі болып тұр. Өте керемет. Міне тағы бір үй бар екен. Соған қарап қайтайық, достар. Оппана, мына үйді қарауымыз керек. Ал кеттік. Оппа. Бізге блок керек. Ой, молодец. Мына бала. Мына ойбай. Мақтаға сайын. Мынау. Ой, молодец. Тез. Давай. Ой, молодец. Мына бала деген маш. Достар, мына есіктердің бәрін кім ұрлаған, соны білесіздер ме? Соны біліп, жазасын құртатын әкімшілік қайда қарап отыр? Соны әкімшіліктен барып сұрасақ, әкімшіліктің өзі жоқ. Сонда республикаға бару керек болып тұр. Мына осы жаққа жетелерді қоныстандыруымыз керек. Сіздермен бірге болған мен қыздар. Осындай жаңалықтар түсір десеңіздер, лайк басып каналға жазылып отырыңыздар. Сау болыңыздар.